қою өрнек біздің қазақ елінің шежіресі деп айтуға болады. Жаңа айтып жатырмызға, әр топтаманың ішінде қандай философиялық ұғым бар. Құдаларға арналған, қонақтарға арналған, келіндерге арналған мысалы көрпе, құда көрпе деп жатырмыз. Әрқайсының өзінің орны бар, әрінің мағынасы бар. Келесі жыл үлкен Тараз қаласында үлкен фестивальді өткізуді жоспарлап отырмыз. Осындай кәсіппен айналысып жүргеніме 7-8 жыл болды. Бала кезден айналысам негізі, бірақ енді үлкен былай сатылымға шығарып жатқаныма топтамаларымды 7-8 жыл болып қалды. Қазір мен қайын сіңілімнің жасауын алып келдім. Қолөнер өте жақсы. Бұл өте жақсы, адал еңбек ең біріншіден, және бұл істе береке бар.